Біздегі бағалар басқа Европадағы 1000 шақырым бағалармен бірдей. Кей жерлер тіпті арзанды. Қайта Европа елдерінде бәсеке бұдан да көп. Сондықтан бағалар сонымен салыстырған, әрине мен түсінем басқа жақтарында жаңағыдай бағалардың басқа жағында, бірақ бұлардың шығындары бірдей ғой, әлемдік барша компаниямен 60-70% шығындары. Сондықтан бағаларын егер ара қашықтықпен есептесеңіздер, Европа елдерінде тіпті бәсекелестік көп болса да, біздегі бағалары немесе тең, немесе тіпті арзанды болып табылады. Немене Флайарстан? Жоқ. Мынаны қараңыздаршы, мен енді Флайарстанда оны да бірнеше рет атап өттім ғой. Флайарстанның осы уақытқа дейін билеттері жаңағыдай салыстырғанда, басқамен салыстырғанда арзандау. Мысалы, жоқ. Тыңдап алсаңыздар, сіздер енді сұрақ жауап беруге мүмкіндік бермеңіздер. Немене жоқ? Дайте министру вопрос. Құрметті депутат мырза, билеті 10 000 теңге болуы. Құрметті депутат мырза, билеті 10 000 теңге болуы мүмкін емес. 10 000 теңге жоқ. Сіздер есептесеңіздерші, басында бірінші ашылған уақытында, ол уақытта жаңармайдың бағасы қанша болды? Күтіп ұстау қанша болды? Қосалқы мөлшер, лизинг қанша болды? Оның баршасы оның билеттің құнына әсер етеді ғой. Немен салыстырайын? Өзбекстанмен салыстырыңыз. Жоқ, ара қашықтығын есептеңіз деп тұрмыз ғой мен сізге. Ара қашықтығын есептеңіздер. Мен түсініп тұрмын, мен айтқаным сіздерге жаңағыдай сынаға келтіресіз, бірақ келтіріп отырып айтылайықшы, бұл жалпы қалыптасқан ұғымда барлығы қымбат деп айтылады. Қымбат немен салыстырғанда? Ара қашықтықты есептеу керек, және оны күтіп ұстауға қанша ақша келу керек?